Анығын айтқанда 100-ден асып бара жатырмын. Сонда қиындық көрген кісі, мен өмірдің қиынын көрген кісі көп жасайды деп ойлаймын. Адам өзін тәрбиелеу керек. Тәртіпке де, тамаққа да, мінезіне де, өзінің мінезіне отчет беру керек. Менің осындай жаман мінезім бар екен, соны қалай жоюым керек. Үміт пен сенім ақиқаттың бұлағы дейді. Үміт пен сенім ақиқаттың бұлағы дейді. Өлімнен кейін бірдеңе болады деп ойлайсыз ба? Айтады ғой, өлген кісінің патологты тұр, өзінің тұрғын көріп неше докторлар бар ғой. Клиникалық өлім. Иә, кейбірде бір қыз суға түсіп кеткен 30 минут жоқ. Бірақ сол түсіп кеткенде шешесін көрген, нелерін көрген, туысқандарын көрген. Құрметті достар, біздің студиямыздың қонағы Қазақстан елінің ең алғаш нейрохирургы, Ұлы Отан соғысымен еңбек ері, дәрігер Теңдік Изақов. Теңдік ата, рахмет келгеніңізге. Сізді көріп отқаныңызға өте қуаныштымын. Мен қателеспесем, сіз 95-ге келдіңіз. Сол рас па? 97-де 100-ге келдім ғой. 97-десіз. Ол енді мен ашты жыл туғанмын. Елде тамақ жоқ. Елдің бәрі безіп кеткен. Бір тіл нан үшін жаяу жалпы Қарағандыға кеткенбіз. Қарағандыда шахта ашылды ғой. Спасский деген жер бар сол жерде. Сол жерде нан береді екен деп бәрі шұбап кесіп бағын. Мен жүрте қалдым, әкім екеуміз. Содан балалар үйіне берді. Балалар үйіне тәрбиелендім. Сол 5,5-6 жасында тәрбиелендім қойдым. Өйткені мен шешем 32-ші жылы өлді. Сол кезде мен 5,5 екенмін. Сондай қиындық көрдік. Қазақтар айтады ғой, піскен бас тез көкке дейді. Бәрін көрген деген сөз ғой. Ал жалпы ғаламторда сіздің туған жылыңызды 1932 деп қойған. Неліктен? Әдейі қойған. Әдейі? Әдейі қойған. Не үшін? Сол кезде паспорт жоқ. Қажет оны десе, бір қатты боран күні туғансың дейді. Нотариус жоқ. Оны мектеп бітіргеннен кейін 50-ші жылы бітірдік қой. Сол жылда не берді? Паспорт дегенге жазып берді, қағаз жазып берді осындай. Соғысқа алып кетеміз деді ғой. Сосын бұл ауылда ешкім жоқ. 4 баланы 12 шалда 32 қатындарды алып жұмыс еткізіп қойды. Ауылда мал бар, қой бар, сиыр бар. Оны кім бағады? Өліп қалады ғой. Және біз ұяқтың қысы қатты болады. Тамақты шамалы. Нан жоқ, киімді жоқ. Сонымен пісіп жетілдік. Қиындық көрген адамдар өте төзімді болады. Жалпы сол төзімдік демекші, осыншама 97 жас, ол енді 3 жылдан кейін бір ғасыр болады ғой. Бір ғасыр, иә. Бір ғасыр жасаған ғұмырыңыздың яғни күші неде деп ойлайсыз? Неліктен соншама ұзақ ғұмыр сүрдіңіз? Мен 97-де 30 жаста 1 жыл қосылады. 60-та 1 жыл қосылады. Календарный шөтпен. 90-да 1 жыл қосылады. Адамдар дүниеге кеткенде бәріне 3 жыл қосып қояды. Мен сонда бұлай анығын айтқанда 100-ден асып бара жатырмын. Енді Кавказ халықтарының шалдарын білесіздер ғой, көп жасағандары бар. Мен темекі тартқам жоқ. Оңғай қозғалыстан жұмыста болдым ғой. Тамақ, натуральный тамақ іштік. Ет, қымыз. Нан болмаса да ет пен қымыз талғамай ішіп. Сосын тіпті біз Жаңалияқта жүрді қарда. Пима жоқ, бәрін қолдан тігіп береді ғой. Киімінің өзі тоқтың терісінен жасап береді. Сонда қиындық көрген кісі, өмірдің қиынын көрген кісі көп жасайды деп ойлаймын. Ол үшін темекі тартпау керек. Арақ ішкем жоқ. Темекі деген өте жаман. Біздің шалдар насыбай айтады ғой. Олар махорка.
мақұрқыда не жоқ қой енді жуастау. Ал қазіргі темекілердің ішіне басқа бірдемелерді зависимый болсын деп қосып қояды. Көбісі солар аурудың несі түбірі сонда, арақпенен темекіде. Ал былай кейде қарап жатамыз ғой, мына Испания еліндегі адамдар, ақсақалдар көбінесе 100-ден асып та өмір сүріп жатады. Олар былай зерттеп талғасаң, олар өмір бойы ішкен де, темекісіне тартқан. Виноград, шөптің соқтары. Жаңа шарап дейсіз ғой. Помидор жейді. Помидордың өзін үгітіп суын ішеді ғой. Бұлай жей бермейді ғой. Адамның тілден бастап тамақты қорытады, тілден бастап. Тілдің ішінде тәтті сезетін, тұз сезетін, тағы нелер сезетін рецептор бар. Оның бәрі жерке миден келеді. 12 пар шет нервтері бар, 12. Мын жағында адам 24-інде. Оның мидың ішінде орындар бар, ядросы, бәрі ядродан шығады. Сөйтіп тарайды. Ол үшін миды жақсылап білу керек, мидың топографиясын. Ал жалпы ми демекші, сіз нейрохирургияға қалай келдіңіз? Қазақтар айтады, бақаны керсең жаңбыр жауады деп. Сол ауылда бақаларда жаңбыр жауғанда менен басқадан қорқады, мен бақаны ұстап аламын да. Енді институтқа келгенде біз бақаменен жұмыс жасадық. Бақаны былай іліп қояды, басын кесіп, миын кесіп тастайды, жартылай. Іліп қояды, сосын аяқ салбырап тұрады ғой. Рефлекс деген содан шыққан. Ал аяқ салбырап тұрған аяғына жай су тигізсең ол тұра береді. Кислотаны қосып қойсаң аяғын тартып алады, соны рефлекс дейді. Соны Павловтың жасаған қылымы ғой. Условный рефлекс. Условный рефлекс. Адамның өздері туғаннан кейін аузын балалар тілін етіп жатады ғой, ернін қозғалтып. О да рефлекс, тамақ ішпеу. Қылымда шек жоқ. Оны бірақ жүйені жолға қою үшін оқу керек, білу керек. Жалпы нейрохирургияға құмар екеніңізді қалай түсіндіңіз? Хирургияның түрлері көп қой? Иә, біз лечебный факультет бітірдік қой. Жаңағы Ленинградтан келген академиктер солармен бірге істедім. Бір әйел кісі, ұзын бойлы, арық, Дина Лазаревна Седлини дейді фамилиясы. Сол маған айтты, ыңғай операция жасап жүреміз ғой, жай операциялар. Соқыршы қандай-мындай. Мен сенің артыңда тұрам деді. Ауруды мына жерге қойып қойды, операцияны столға. Мен айтып тұрам, сен жасайсың деді. Сосын сол айтып тұрғанын мен жасадым. Былай тілесін деді, былай тілесін деді, былай ине жібересін деді. Сөйтсем жаңағы ауруды абсцесс, ірің, тауықтың жұмыртқасындай мидың ішінде. Бірақ ол не, жаңадан болмаған, көптен болған. Сонымен жақсы жасап шығардым. Содан кейін, бір айдан кейін мені шақырып алды, молодой человек, бері кел, сен Алматыға бар деді. Сонда бірінші рет нейрохирургия отделение ашады деді, отделение ғана, бөлім. Сосын тілін алдым да, ағаш шамадан салып алып, Алматыға бардым. Бүгінгі таңда ми қанша пайызға зерттелінген деп ойлайсыз? Қанша пайызға ми зерттелінген деп ойлайсыз? Оның пайызы бұрын бәлем 100-ақ бірдеме нейрондар болады деп айтқан. Қазір миллиондаған, әлі белгісіз нелері бар, нейрондары бар, толып жатқан. Оның ішінде қазір көрдіңіз бе? Керемет үлкен самолеттер ұшып жүр ғой, ауыр, ішіне танкті сияды, бәрін сияды. Ол
мидың жұмысы, мидың жұмысының арқасында математика дейді. Енді религия тілмен айтқанда Алла тағала бір жерге әкеп қойған дейді. Ары қаратай керек болса, ары қаратай тағы да талқаш керек дейді. Бір наукадан ғой сол. Жалпы адамда шығармашылық қабілет неліктен туындады деп ойлайсыз? Мысалы аңдарда жоқ қой шығармашылық деген. Самолетті ойлап табу деген. Бәрі ойдан болу керек, ойдан. Мына түнде ұйықтайсыз ғой. Неше түрлі түс көресіз, бәрін ұмытылып қалады. Кейбіреулер, ақылды адамдар блокнот қойып қояды. Бір жақсы идея келсе, жазып қой, мынандай. Таңертең тұрғанда, түрткілеп іздей бастайды. Адам өзін тәрбиелеу керек. Тәртіпке де, тамаққа да, мінезіне де, өзінің мінезіне отчет беру керек. Менің осындай жаман мінезім бар екен, соны қалай жоюым керек. Енді бір Абай атамыз айтады ғой, саған жамандық келсе, қарсы тұр дейді. Ал жақсылық келсе, оның соңынан қума дейді. Дұрыс қой, жақсылық келеді, соның өзіне тәуба, соның пайдасын көрсең, жақсылық бола береді. Адамды өзі тәрбиелеген деген енді өте керек зат. Өз мінезін өзі тәрбиелеу. Жаман мінезі басы соны жоюға тырысу керек. Сондай. Ал жалпы айтады ғой, мына кейбір адамдар жақсылық жасайды да, Құдайдан қайтады деп айтып жатыр. Бір жаңа Құдаймен бартер саудаласқан сияқты бір. Соңғы қарайсыз. Құдайдан қайтады дейді. Бір жақсылығың алтыннан да қымбат дейді. Бір жақсылық жасасаң, алтыннан да қымбат дейді. Жақсылық жасай білу керек. Құдайдан қайтады деген енді оған сенім. Сіз сенесіз. Мұны уаттахи Алла деген сөз бар Құранда. Алланы сыйла деген сөз. Ол адамға тірек. Мысалы, тамақ ішкенде бісміллә деп ішесіз ғой. Бісміллә деп ішсеңіз, бұл ас болады деп ойлайсыз өзіңіздің сеніміңіз бойынша. Ал бір моллалар кітап жазып қойыпты. Туалетке барғанда бісміллә деп айтпа депті. Дұрыс емес ол. Өйткені тамақ ішкенде бүкіл тамақтың барлығы қайда жина? Шекті аралап, анау арт жаққа барады. Жом дейді, қалта бар көзкедей, бүкіл жаман заттың бәрі жиналатын. Бісміллә деп айтпасаң, қайтсаң жаман болады деген ол дұрыс емес. Онан шығару керек түгел. Адам тамақ ішеді ғой. Тамақ ішкеннен кейін ат-қотты шығарып отыру керек. Шықпаса да шығару керек. Клизма салып тіпті. Соған дағдылау керек. Сонда адамның денесі уланбайды. Бүкіл тамақтың барлығы келе-келе уға айналады ғой. Тіпті мына нан бар ғой. Нанның ішіндегі у бар. Соны печень, бауыр сүз болады. Барьерный функция печени дейді, сүз болады. Сосын адам оның несі уы жол қалта болады, жол қалтасы. Өт. Ол бөлек қалдаға жинала бастайды. Оны рудиментарный мүше дейді. Адамның көпшігі бар ғой, ода адамның рудиментарный мүшесі. Яғни қажеттілігі жоқ деген сөз ғой. Мына шоқыр шекті солай. Қажеттілігі жоқ деген сөз. Онсыз да өмір сүре аламыз. Қажет емес олар. Жалпы тамақтың тәрбиесі деп отырсыз ғой. Адам қандай тамақпен тамақтанған дұрыс? Ұзақ өмір, салауатты өмір кешу үшін. Адамның өзінің тәбітіне байланысты. Сізге не жегіңіз кеп тұр? Қойдың еті ма? Қойдың етін жеңіз. Бірден қойдың етінде холестерин жоқ. Оның құйрығы да барлығында адамның организміне сіңе береді. Тез сіңеді. Сосын
бауырға да жайлы тиеді. Адамның тамақты қорытудың өзі мына кейбір көзбенен ақ тойып қалады кейбіреулер. Қарады ма мына алдында тұрған қазы қарта, жал жая, соның өзі тойып қалады. Бұл енді физикалық тұрғыдан ғой. Физикадан, иә, физикадан. Ал психологиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, адам өмірге қандай көзқараспен қарау керек? Қайтадан ұзақ өмір сүру үшін, қайратты болу үшін деген сияқты. Ол үшін енді бәрі еңбекке байланысты ғой. Егер де еңбек істемей жата берсең, онда адам болмайсың, сол қаласың. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, Тамағы жоқ. аздырар адам баласын демекші. Абайдың сөзінің барлығы керемет. Иә. Ал сіз өзіңіз, мысалы үшін таңертеңгі бір медитацияңыз бар ма екен, мүмкін зарядка жасайсыз ба, таңертеңгі ритуалдарыңыз қандай? Мен мынау адамда давление деген бар ғой, артериялық давление дейді. Ол бөлінеді, гипертониктер дейді, давлениесі жоғарылап кетеді. Немесе гипотоник дейді, давлениесі төмен түсіп кетеді. Негізінде бұл аурудың өзі мысал үшін гипертониктер өлшейді ғой. Бірінші этажда өлшесе нормальный, так? Енді көтерілсе өзгеріп кетеді. Өйткені адам жүреді дағы, бүкіл қан тамырларының жұмыс істеп салмақ түседі денеге. Сонда көтеріліп кетеді. Ал енді көп аурулар, гипертониктер көп. Мұның әлі бір несіне толық тексерілмеген зат ол. Адамның қанның группасы да болады, бөлек. Сол адамда 5 литрдей қан болады. Үлкен кісілерде көп болуы, денесі үлкендерде. Бұның қанның соста құрамының өзі неше түрлі. Әр адамның 4 группалар көп, өте көп. Бірақ оның үшін ең керегі 4, бірінші, екінші, 4-ші группа. Адамда генетика деген бар ғой тағы. Соған да байланысты кейбіреулер 4-ші группа. Мен мысалы үшін әкем 4-ші группа. Мен 4-ші, менің бір апам 4-ші группа. 4-ші группа басқа группалардан ала береді қанды. Ол өз бермейді. Бірақ оның сұйық бөлшегі 4-ші группаның ол керемет ем дәрі. Тағы секреттер көп қой, костный мозг деген бар. Оның өзінде группасы болады. Сәйкес келмесе, қан құйығы болмайды. Ұйып қалады қан. Галлюцинация дейді. Адам өліп кетеді ғой. Бәрі секретті ғой. Адам өліп кетеді ғой, өзге қан құйса. Тромботраттағы қанның пробка болып қалады да өліп қалады. Инфаркт деген болады. Инфаркт демекші адам инсульт алғанда миында қан тұрып қалады дейді ғой. Сонда қандай процесте жүреді? Жаңағы Төрегелді екеуміз оны Қазақстанға кіргіздік. 72 жылы 22 апрельде. Ленинградқа бардым. Менен сұрайды, сендерде инсультный отделение бар ма дейді. Олар енді мидың тамырларын тексерген адамдар ғой. Жоқ дедім. Позор деді. Алматыға келдімде Төрегелдіге бардым. Позор. Не болды? Бізде бір больницада инсультный отделение жоқ. Көшеден жинап алады да, терапевтический отделениеге жатқызып қояды. Оны жөндеп емдей алмайды. Оны емдеп тәсілдер ерекше тәсілі бар ғой аурудың. Содан кейін енді 7 минутта организовать инсультный отделение деп жазып кетті. Ректорлерге барсақ, ақша жоқ дейді. Сосын бір ағай береді. Кровопатологияда. Соған бардым, давай, ақша бер. Және бір группаңды бер, мен старший научный сотрудник, младший деп бөледі ғой. Соны басқарайын, ақша бер. Сол бір айдан 75 көкөлік отделение аштық. Бүкіл қаланың адамдары маған терапевтический отделение маған келіп, рахмет саған. Біз ондай ауруларды емдей алмаушық, қазір жақсы болды деп маған алғысын айтып жатыр. Инсульт деген не? Инсульт бұл қан құйылатын бөліну несі болады. Сосын ишемия пробка болып тұрып қалатын.
Міне ол неге байланысты? Қанның сібірпеймісіне байланысты. Қанның жылдам үйеді. Кейбірісі біраз тұрады, 11 секунд, 12 секунд үйімей қалады. Ол ағып кетеді қаны. Соған байланысты. Содан ол үшін инсультті білу үшін қанның сібірпеймісін білу керек жақсы. Картина крови деген ол отдельно ғылым өз алдына. Сондықтан мына жас адамдарда геморрагический инсульт болады. Мидың тамыры жарылып кетеді. Ал кәрі адамдарда ишемия, пробка тұрып қалады. Екі түрі бар. Олардың өзі бөлінеді. Тамыр неліктен жарылады? Қандай себептері болуы мүмкін? Тамырдың жарылатын тамырдың ішінде қалта болады. Мына тік келе жатқан тамырдың бүйірінде осал жері болады. Қалта. Сол жарылып кетеді. Аневризма дейді оны. Аневризма деген кейде біреу болады, кейде уақ көп болады. Соны біреу жазылып кетеді. Оның өзінің белгісі болады. Құлақ шулайды, бас шулайды деп аурулар айтады ғой. Шудың өзі жағы қан аққанда аневризма келіп бұрылып кетеді, шулайды. Водопад сияқты, водопад. Яғни соның келе жатқан белгісі деген сөз ғой. Водопад келеді, бір жақ бұрылып кетеді, оның дауысы басқадай болады. Соны жаңағы Ленинградтағы академиктер сонымен жұмыс істеді. Соларды мен үйрендім. Ол үшін анатомияны білгенде мына тамырлардан не жібереді, катетер жібереді. Адамның денесіне байланысты 80 сантиметр, 1 метрге шейін катетерді жүрекке жібереді, тамырға жібереді дағы, жаңағы нені қалтаны жауып тастайды. Қан арқатып өз бетімен жүре береді. Әдістері көп оның. Шарикті жібереді, темір жібереді деген сияқты. Жалпы осы енді 70 жылға таяп қалды ғой сіздің жұмыс істеп келатқаныңызға. Неше мың адамның өмірін сақтап қалдыңыз? Мына неврологияның өзімен 360 адамды жинап, сонымен диссертация құрғадым. Ол неврология деген өте жаман ауру. Аурулар айтады. Доктор, не дай бог, даже Гитлер дейді. Гитлер жақсы кісі емес қой. Соның өзіне бұл ауруды бермеу керек дейді. Тамақ іше алмайды. Бетінде электродың тоғы құрып тұрады. Немесе найзағай атып кетеді. Олардың өмірі сондай. Бірақ оны көнеді кейбіреулер. Неліктен пайда болады ол? Мидың шаршауынан пайда болады. Жаңа тіс ауруларын жөндеп емдемегеннен пайда болады. Стресстер болғанда болады. Яғни стресстен сақтану керек дейді ғой негізі. Стресс болмау керек. Сол адамның өмірін қысқартатын бірінші сол. Бәрі нерв жүйесінің жұмысына байланысты ғой. Нерв жүйесін шынықтыру керек. Оны қалай шынықтырады? Мысалы үшін қазіргі заманда адамдар өте көп стрессқа шалдығады. Таңертең мына машинаның руліне отырғаннан бастап, кешке жұмысынан қайтқан шағына дейін толған стресс. Ана айқайлайды, телефонмен біреуге ақырып атады. Адамдың өзі бөлінеді адамдардың мінезі, ауыр мінезі, жеңіл мінезі деген сияқты. Соған байланысты адам мінезіне байланысты ғой. Темперамент па? Темперамент, мінезі ғой мінез. Мінез жақсы болса адам жақсы. Мінезің жаман болса ешкімге сыймайсың. Сен қуып жібереді. Жалпы айтады ғой, мына данышпандардың көбісінің мінезі жаман болған деп. Тұйық мінезді. Бірақ демек олар данышпан болып тарихта қалған адамдар. Соған қалай қарайсыз? Рас па сол қағида? Ол енді ортасына байланысты ғой. Оның білімі, ананың білімі жақсы. Аналардың білімі төменде, оған забейсің. Сондықтан сыйлайды ғой. Амалсыздан сыйлайды дейсіз ғой. Тілін шығарып, Эйнштейн бет? Эйнштейн.
Иә. Тенеше қылып тұрады ғой, мінезі жаман кісі ғой. Иә. Вот. Оның теориясына бағынып, оны сыйлайды. Әйтпесе мінезі жаман кісі. Әлі күнге дейін соның теориясына сүйеніп келе жатырмыз ғой. Иә. Бүкіл физика. Мысалы квантовая физика Иә. дейміз. Теория струн деген бар, көп қой енді. Жарайды. Атақты осы Совет үкіметінің хирургы Амосов деген. Амосов, иә. Білесіз ғой оны. Ол бір Қақол. Қақол. Иә, бір сұхбатында айтып кеткен. У каждого хирурга свое кладбище деп. Яғни әрбір хирургтың енді қолында өліп қалған адам көп. Соны есінен кетіре алмай жүреді әрбір хирург. Оны мен жақсы білем. Ол жүрек хирург. Иә. Жүрек емдейді. Былай өмірде танитын ба едіңіз? Кітаптарын оқыдым. Неден. Сол сөзіне қалай қарайсыз? Сізде қолыңызда қайтып кеткен адамдар көп болды ма? Көп болды ғой. Бір Скороходов деген біреу семьясын Алматыда семьясын Свердловқа жібереді. Дүниесін барлығын мотоциклмен қалады. Енді сол мотоциклімді сатам деп мініп алып зымыратып базарға барады ғой. Орта жолда КамАЗға соғып қалады. КамАЗ оны біраз сүйрейді, жүріп кетеді. Соны алып келді больницаға. Біз енді больницада кезекші деген болады. Түнімен жүгіреді, операция жасайды, ана жасайды, мына жасайды. Жаңағы өліп қалды деп моргқа апару үшін 2 сағаттай бірге жатқызып қояды. Сосын кезекшілердің үлкендері ғой, профессорлар болады. Маған айтты, как нейрохирург, посмотри. Барса мына жерінде ептеп қыбырлап жатыр, тамыры. Сосын моргқа апарғым жоқ, операцияны көтердім. Мына жерден ми шығып жатыр, как паста, соны паста сияқты. Сосын сестрлер наркозды бергім жоқ оған даже. Сразу скальп дейді, мен терісін ашып, мидың астындағы жұқа сүйектер болады. Көздің астындағы. Сол өтіліп кеткен ғой. Сонда мидың зрительный нервтің бәрін қиып кеткен, осколкалары. Сол көздің бір фоторамд қалған көзді. Сонымен ғана қарайды ептеп. Сол тіріліп кетті. Маған ұрысып жатыр, қалайсы өліп қалыңыз. Аяғын тұрып кетті. Иә, аяғын тұрғызып жібердім деп. Енді сол мен бір вызыпқа бардым жаққа. Отыр, самолеттің артында тұр. Бір мені танымайды. Сондай болады, неше түрлі қызық әңгімелер бар. Жаңа кісінің қасына барған жоқсыз бірақ. Қасына барған жоқсыз сөйлесуге, да? Мен қасына сұрадым ғой, білмейді. Мидың әжептәуір пастық ұсап нетіп кеткен ғой. Есіне қалмаған ғой. Кара, есіне қалмайды ғой. Стресс болған, қатты стресс болған ғой. Қайта тірі қалған. Жалпы ол нейрохирургтың жұмысы айтады ғой. Өте жаңағы точность нейрохирурга дейді ғой. Өте сен ұқыпты болуың керексің. Иә. Өте жаңағы қателік жібермеу керексің. Соған дайын болу үшін өзіңізді қалай даярладыңыз? Мүмкін бір не бар ма, айтам, медитация демекші бір. Жоқ, миды анатомияны біліп тұрсаң, не жоқ. Мидың кара дейді, подкорка дейді, ассоциационный связь дейді. Соның барын олардың бош жері болады. Жаңағы нервтер жүрмейтін жер болады. Не опасно. Тамыры жоқ жер болады мидың ішінде. Мұны балалар болады ғой, дауны деген ауру. Басы үлкен. Оның бар су. Бірақ кішкентай ғана мидың бір нелері қалады. Сонымен өмір сүреді. Ми жоқ. Кішкентай жаңағы мидың бір қалдығы болады. Сонымен өмір сүреді. Бірақ көп тұрмайды, болады. Сіз жалпы сенесіз ба адамның миында рухы болады деп? Рух? Адам денесінде рухы болады деп. Рухы болады. Кімеді Кашпировский деген психиатр. Ол Москвада жатып, Алматыдағы Кіровоттағы жатқан сөз айтып,
операция емдейді. Иә, телемостпен. Телемост. Оның яғни нерв жүйесінің секреті ғой, көп қой. Жаңа Кашпировский деп кеттіңіз, ол кісімен мен осыдан 10 жыл бұрын сұхбат алғам, осы Астанаға келгенде. Сонда ол кісіден сұрағам, сіз үшін Құдай деген не деп. Оның жауабы Құдай деген ақиқат деп айтқан маған. Ал сіз үшін Құдай деген? Иә, шындық, ақиқат, соны Құдай деп санаймын деп. Сіз үшін Құдай не ол? Мен үшін Құдай қозғалыс, шындық. Қозғалыс, движение. Яғни дүние жүзіндегі физикалық қозғалыс. Иә, физикалық қозғалыс. Мысалы, екі шөп тұр, біреу ұрғаш шөп, біреу еркек шөп. Ол қозғалмаса, ол шықпайды. Жел қозғалтады да, оның пілсасы жерге түседі. Екі шағылсады жаңағы, екеуінің несі. Соны шөп шығады. Яғни сол қозғалыс деген сол Алла. Уахати Алла деген, Алланы таны деген, біл деген сөз ғой. Сенім деген сөз, сенім. Үміт пен сенім ақиқаттың бұлағы дейді. Үміт пен сенім ақиқаттың бұлағы дейді. Аристотельдің сөзі бар ғой. Сократ не друг, но истина важнее. Жалпы мидың шынығуына мына Ресейдің атақты нейробиологы бар ғой, Черниговская деген. Сол айтып кеткен, неғұрлым адам күрделі кітап оқып, күрделі кино қарап, күрделі музыка тыңдап, соны түсінуге тырысса, соғұрлым миының қатпары қатайып, миы жақсы жұмыс істейді, яғни ауруға шалдықпайды. Сол рас па? Рас. Мынау музыка деген, мысалы үшін миды ашып жасаймыз ғой. Сонда мидың былай тұр енді. Бірақ музыканың центрі қайда екенін білмейміз. Сіз адамға сұрақ қойсыз. Моцарт, тағы нелердің музыкаларын. Бетховен. Сонда жаңағы қан көтеріледі жаңағы. Және қан келеді. Кровообращение. Әкеліп мен жерде екен, мидың центрі осы екен деп. Яғни мидың қан айналымын тездетеді дейсіз ғой. Математикадан задание береді. 100-ден бәлені алып таста, мысалы, 75-ке бәленді қос. Соны неге қан айналысыма келеді. Миды жұмыс істетудің амалы ғой. Иә, шынықтырудың амалы. Енді былай менің бір неткенім медицинаға кіргізгенім. Товарищи, обсуждая новую методику доктора Изакова, которую он предложил гидротермодеструкции, без всякого общего и местного наркоза, мне хочется сказать пару слов о преимуществах этой методики. Она проста, доступна, быстра в производстве операции самой и может рекомендоваться не только нейрохирургам, но челюстно-лицевой хирургии и может широко применяться в неврологической практике. Өлімнен кейін бірдеңе болады деп ойлайсыз ба? Айтады ғой, өлген кісінің патологты тұр, өзінің тұрғын көрсететін неше доктор бар ғой. Клиникалық бөлім. Кейбірде бір қыз суға түсіп кеткен 30 минут жоқ. Бірақ сол түсіп кеткенде шешесін көрген, нелерін көрген, туысқандарын көрген. Бірақ кейін тау болғанда есіне кіреді. Сондай әртүрлі ғажап нелер болады. Оны ғажап деп айтуға болады, бірақ кейбір врачтар менде сұхбаттасқанда бүйтіп айтады. Ол миының өлейін деп атқандағы соңғы мына гормондарды шашады ғой. Эндорфин, дофамин дейміз. Яғни наркотикалық бір сезім пайда болады. Иә, бір галлюцинаторный сондай бір наркотикалық бір сезім пайда болады да, адам бір ғажап нәрсені көре бастайды. Бірақ ол сол рас емес деп айтады көбісі. Скептикалық тұрғыдан қарағанда. Жалпы сіз бірақ сенесіз? Негізінде өлдің өшінде болады. Жоқ. Анау аталарымыз, неше жылы керемет аталарымыз тірілсе көрмейміз бе? Жазушылар жазады ғой. Менің семьям тура мендей, басқа жерде кісі бар. Мендей тура. Мен кісі ойлайды деп жазатындар да бар. Жазушылардың қалай шабыты келсе жаза береді. Яғни мен байқағаным, көбінесе мені баяда
әжемнен сұрайтын, 80-нен асып кеткен кісі ғой ол. Сол кезде сұрайтын, әже сен осы жас кезіңе қайтын келе ма, немесе мүмкін бір өкініштерің бар ма, немесе бір жақындап келе жатқан енді мына өлімнен қорқасың ба деп. Енді рас қой, расын айтамыз. Жоқ, ештеңеден қорықпаймын деп айтады. Үлкен кісілер жалпы мен байқағаным ештеңеден қорықпайды екен. Қорқыныш қашан кете бастайды? Қорқыныш енді мына жас келгенде 90 асқаннан кейін семьяға байланысты мына немеремді былай жасасам, былай көтеріп кетсем деген сияқты. Қорқыныш батырлар бар ғой, ешқайдан қорықпайды. Батырларды қорқатын шығар енді бірдеңеден. Өз-өздерін шабыттандырып шығады ғой енді шайқасқа. Өздерін қайраттандырады ғой. Иә. Олар енді жаңағы үрген қарын сияқты мақтап жібереді ғой жазғанда. Жалпы рух туралы жалғастырсақ, мен сеніміңізді бақылағым келіп тұр да, сіз соған сенесіз бе? Мысалы үшін адам кеткеннен кейін бірдеңе қалады, рухы жүреді деген сияқты. Жаңа бір жерге барып сүйіспеншілік қалады рухқа, адамға. Мына кісі мені қолдайды, мен былай барсам мен қорықпауым керек, мені қолдайды деген. Ол сенім ғой, сенім ол. Бір әруақтың өзі жүреді деп сенбейсіз? Әруағын қолдай көр дейді енді. Мысалы үшін қалпе деген сөз бар ғой. Қалпе, қалипа деген сөздер бар. Ал қалпе деген сөздің несі? Бүкіл религияның ғылымдары бар ғой, моллалардың, данышпандардың. Соның ғылымдан ретті болатын кісіні қалпе дейтін көрінеді. Сонда айтады ғой, мына кісінің әруақ дегісі, әруақ дейді. Әруақты кісілер. Жаңағы Бекет ата дейді, бәрі ұшып кетті түнде, қайтып келді деген ертектер ғой. Фантазия дейді. Сіз енді хирургиялық жұмысыңызды Хрущевтің заманынан бастадыңыз. Содан кейін Брежневтің заманы болды, содан кейін Андроповтың заманы болды, азғантай болса да. Содан кейін кеңес үкіметі құлдырады. Сол заманның бәрін көріп шықтыңыз. Қазіргі заман сол заманмен салыстырғанда қаншалықты жақсарды, қаншалықты жаман болды деп ойлайсыз? Бәрі төмен түсіп кетті. Төмен түсіп кетті, бәрі шындақтай болып қалды. Ғылымда не бәрі. Мысалы, мен жасаған операцияны қазір жасап жүр ғой. Біз ашық деп жасайды қазір. Ашылып кеткен ғылымдар, соны қайтадан айтты, біз ашық деп. Ол дұрыс емес қой. Анатомияның өзі, мысалы, пирогоп. Пирогоп базарға барады. Етті сан еттер бар ғой, шауып қойған былай. Қарап тұратын, соның жолақтары бар екен. Әрі бір бұлшық еттің өзінің қалтасы бар. Үйге деттіға патологический анатомия жазады. Талант. Бірінші медсестранды пирогоп алып келген, әйелді. Бұрын болмаған. Әйел затын өпші былай қарайды ғой барлығы. Діндері солай қарайды. Екінші сорт. Немқұрайлы қарай ма? Иә, немқұрайлы қарайды. Адамның қабырғасынан жаратылған. Сондықтан ол дұрыс емес. Ана, нан. Анадан бәрі, ана лаборатория сияқты. Бірақ ана жақсы болу керек. Ананың өзі тәрбиелі болу керек. Темекі тартпау керек деген жаман сөзді естімеу керек деген сөз. Жалпы айтады ғой, ер баланың интеллекті мен сана сезімі анадан тарайды деп. Рас па сол? Еркек мақал бар. Алтын басты әйелден дейді, бақыр басты еркек артық деген мәтел бар. Әйел солай жаратылған енді. Әйел, оның күші де, ойы арасында бар керемет әйелдер бар.
Мысалы үшін кім? Тоқмейіл. Қазыбек бидің анасы ғой дейме? Тоқмейіл деген. Абыз дегеннің келіні. Керемет ақылды кісі болған. Иә. Бөрте мысалы Шыңғыс ханның жұбайы қаншама ханның анасы болып келе жатыр. Бөрте деген сөз білесіз ба? Жоқ. Ешкілердің ішінде бөрте деген, бөртім деген аңыз бар. Әдемі ешкі, денесінде молай бөрте ешкі дейді оны. Абай деген сөздің өзін былай нетуге болады, абай бол дейді. Байқап жүр деген. Абай бол. Байқа. Абай бол, байқа. Артық кетпе деген сөз. Абай бол деген сөз. Сөздің өзінің мағынасы керек. Жалпы сіз енді нейрохирургсыз ғой. Былай кейбіреулер айтады, ер адамның, әйел адамның миынан қарағанда бір айырмашылығы болады деп. Сол рас па? Жаңағы нейрондарда өзгешілік болуы мүмкін. Оны көз жеткізіп, энцефалография деген бар. Мидың несін жазатын. Оның өзінде оны оқи білу керек бірақ. Мынау рентгенге түсіреді ғой. Рентген қойып түсіреді, бірақ оқи білмейді. Қай жерде бұлшық жатыр, қай сүйек қалай деген сияқты. Сондықтан жаңағы ерекшелік, адамның өзінің ерекшелігі болады. Алғырлығы болады. Ал ер адам мен әйел адамның миыларының айырмашылығы неде деп ойлайсыз? Айырмашылығы жаңағы нәзіктігінен. Нәзіктілік? Нәзік. Денесі нәзік қой енді. Күш аз, иә? Қуатасы. Бұлшық жұмсақ. Даже мынау Қазақстанның әйелдері менен Ташкенттің әйелдерін сырайымыз кетіңіз. Бөлек. Олардың терісі жұп-жұқа. Өзбек әйелдердің ма? Мүмкін ол жеп отқан тамақ, климатқа байланысты. Жеміс жейді ғой. Климатына жеміс жейді. Бұғын оларға операция жасаған байқап жасамаса, анатомиясын бұзып аласыз. Жалпы бір шахматист айтып кеткен, Карпов деген атақты шахматист бар ғой. Кім? Анатолий Карпов деген. Соған бір сұрақ қойған, неліктен әйелдер арасында чемпиондар аз деп. Яғни мүлдем жоқ деп айтуға болады гроссмейстерлер. Карпов былай айтқан, әйел адам еркектен гөрі немес миы, интеллектісі аз емес, бірақ қуат аздау, жаңа сіз айтып кеткеніңіз, яғни батареясы аздау миының. Шахмат деген өте көп энергияны талап ететін не ғой? Спорт қой. Сен 1-2 сағат өңіліп, соған тек соны ойлап, ештеңеге алаңдамай, миының өте көп энергиясын жұмсайсың. Ал әйел адамның көбісі соған қуат жетпей қалады екен деп айтады. Шаршап қалады. Сол рас па негізі? Рас қой. Истощение. Карпов пенен ана кім төбелеседі ғой. Каспаров па? Каспаров. Ол мидың жұмысы ода. Яғни есеп шығарған сияқты. Неше талабымдар лоп кісілерге бүйтіп жібереді. Көз байлайды дейді. Сөзбен көз байлайды, сөз. Сондықтан да өткір қылыштан сөз өткір деген сөз. Сөз күшті деген сөз. Жақсы сөз жарым ұрыс деп айтады ғой. Жақсы сөз жарым ұрыс дейді. Сіз енді 3 жылдан кейін Құдай қаласа 100-ге келесіз. Бір ғасыр. Не деген ғұмыр деп айтуға болады. Сол бір ғасырды түйген бір қандай ақылыңыз бар? Бақыт дегеніміз не мысалы үшін? Уақыт жасат қой бақыт деген. Мысалы үшін аш адамдар аш болып келіп, тамаққа тойбағанда мен бақыттымын дейді. Ол уақыт жасат қой. Оған көп определение беру керек. Бақыт деген немен қашықта жағынан бақыт, сүйіспен жағынан. Тағы бірдемен ашы, мен бақыттымын дейді. Бір өзінің ойын барын нетіп, түйіндеп, бір неге келтірген бақытты адам. Яғни бір шығарма жасаған, бір музыка жазған дейсіз ғой. Анау кім Бетховен Саңырау. Бірақ миымен жазған. Туындының өзі бақыт қой мысалы. Еңбек етесің ғой. Еңбек бақыт мінекей. Өзің айтқан еңбек.
еңбек бақыт. Адам жаңа айтмай жылап туады деп. Сол оңыз еңбек қой. Жыламаса все. Абайдың кітабы тура Құраннан жоғары болмаса келмес. Абайдың өзі қолданады, абай қолданады ғой. Абай Алла әуелден белгілеген сөз, не деп жүрді? Алла әуелден белгілі дейді. Енді оланы үлкен жарылыс болды дейді. Алланы көрген ешкім жоқ. Кімнен басқа? Мұхаммед пайғамбардан басқа. Сіз енді соғысты да көрдіңіз, ашаршылықты да көрдіңіз. Ашаршылық көрдік. Қазіргі заман жалпы былай жаман емес қой, енді тоқшылық заман деп айтуға болады. Әрқайсымызда мына ұялы телефон бар. Бәрі не натуральный, бәрі табиғи емес. Мынаны табиғи ма? Міне натуральный емес. Мынаның ішіне қосады. Бұрын намсыретін жерлер бір шақырым жерден еш шығып тұратынды. Науайқынлардан. Қазір нанды мұныңыздың алдына әкел, нанның еш шықпайды ғой. Адамның денсаулығына көп зияны. Бірақ демек адам баласы тоқ, астында көлігі бар, қалтасында ұялы телефон. Дұрыс. Бәрі аман, былай айтқанда. Сізге айтайын, мен бір көйлекті бір жыл кидім. Бір көйлекті бір жыл кидім. Ал қазір бір көйлекті су жеңген көйлекті лақып тастай саласыз. Бір көйлекті бір жыл кидім. Мен бір көйлекті 10 жыл киемін. Бір жыл түгіл. Рас айтамын. Өте үнемшілмін ол жағынан. Жалпы өзіңіз қанша жасқа дейін өмір сүргіңіз келеді? Қанша жасқа дейін өмір сүргіңіз келеді? Талдықорғаннан бір озбандай бір келіншек. Ата тірісіз бе дейді. Мен тірі болған үшін сөйлесіп тұрмын ғой дейді. 110-ға келіңізші дейді. Қой, жоқ керегі мен жүр. Оны неге айттың деймін. 110-ға келгенде мен 75-ге келеді екенмін дейді. Өйткені менің басқа ешкімем демейді ауруды. Көп өмір сүрдің, көп жасаудың керек жоқ. Өйткені масыл боласың біреуге. Жатып боласың ба, денеңді пролежім болады, жара болады. Сізге особый уход керек, көрпе жастығыңызды суға су керек, оның бәрі жұмыс қой. Сондықтан көп өмір сүрдің керек жоқ, жетеді сол. Жүздің асып бара жатып. Қазір мынау 100-ге келді той жасайды. Ой, 100-ге келді. Әуре болады. Шығын шығады. Жиналған кісінің ішінде жақтырай ма, жақтырмай ма? Кейбір қарттар есінен танып та жатады. Білмейді той жасап жатқан. Білмейді. Бірақ адамның қолында жатқан дүние емес қой, мысалы қанша өмір сүреді екен, қай уақытта ауруға шалдығады екен деген қолынан келмейді ғой. Қазір өліп қалған жоқ. Мысалы үшін бәрі не ғой? Материализм деген бұрын оқытты ғой. Материализм дүние. Карл Маркс. Сол Карл Маркстың ғылымын үйреніп алып, елдің бір диссертация қорғап жүр. Ұялмай-ақ. Оны неше түрлі шығарды ғой, теория шығарды ғой. Жалпы мына Шопенгауэр деген философ бар ғой, немістің философы, сол айтып кеткен, қиындық адамды рухын көтереді деп айтқан. Ал жақсы өмір керісінше адамның рухын басып тастайды деп айтқан. Себебі жаңағы семіріп, азып кетеді, безіп кетеді, аузына келген айтып кетеді деген сияқты. Сол рас па? Жалпы қиындық қаншалықты адам баласына керек деп ойлайсыз? Қиындық өмір сүру үшін керек қой. Мен мысалы үшін әлі студентпін. Күнделікті жаңалықты білуім отыру керек. Миыма сақтап қалуым керек. Мен соны айтуым керек. Ойбай, мындай болыпты, мындай дәрімендер келіпті. Теңдік ата, сізге қояр соңғы сұрағым, сізден жас адамдарға не айтасыз? Жас адамдарға? Иә, бақыт не дегеніміз не, қалай жақсы көңіл күйде өмір сүру керек, қайғыдан алыс жүру керек, салауатты өмір сүру үшін не істеу керек, бір сөзбен айтқанда? Өмірге қашықпау керек, өмірге. Еңбекке қашықпау керек. Еңбектің түрі көп қой енді. Жеңіл еңбек бар, ғылыми еңбектер бар. Соған берілу керек.
еңбек етпесең, абайдың айтқаны керемет қой енді. Еңбек етсең бәрі орынды. Еңбек етсең бақытты боласың. Ойыңдағын табасың. Жақсы жаман болса да. Содан ұрық аласың, күш аласың, күш, қуат аласың. Сол еңбек ету керек. Баланың туғаса еңбек еті деген ол керемет сөз. Ол жыламаса оған түк кетмейді ғой. Жылап өзінің өмірге деген құштарлығын білдіреді. Мен үшін торғай. Кекенде торғай 5 жұмыртқасы болса, жұмыртқаны шығарса бәрі аузына ішеді, аузына ішпаған қалап сол жерде. Аузына ашқандарға ата-анасы неше түрлі жәндіктерді, құмырсқалардың бәрін әкеп таға береді. Соны торғай болып шығады. Сондықтан ол еңбек қой енді. Теңдік ата, келгеніңіз үшін көп рахмет. Тағы да сіз 3 жылдан кейін кездесейік, сіз 1 ғасырға толғанда кездесейік. Осылай күшіңіз өшпесін, денсаулығыңыз сарқылмасын, қайратты, қуатты болып жүре беріңіз. Көп рахмет келгеніңізге.